Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 107-ші сабақ пайыздар. Бірінші есеп, диаграмманы қара, сұрақтарға жауап бер. Тұрмыстық қалдықтың қанша пайызы өңдеуге жарамды? Бұл экологиялық мәселелерді шешуде қандай маңызға ие? Яғни бізде өңдеуге жарамды жаңағы қалдықтарды мына жасыл жәшікке салуымыз керек. Яғни бұл жерде 40% жасыл, сарысы 60% сары. Яғни жәшікке жасылды салуымыз керек. Ол үшін бізде өңдеуге жарамды 40% жаңағы тұрмыстық қалдықтардың 40% өңдеуге жарамды екен. Ал сарылары жарамсыз болып табылады. Екінші, сұраққа жауап бер, ойлан. Егер 1% дегеніміз санның 100-ден 1 үлесі болса, оны қалай табуға болады? 900 килограммның 1%-ын ше. 1800 теңгенің 1%-ын ше. Яғни, бұл есепті шығармас бұрын біз мына ережеге көңіл бөлейік. Бүтіннің 1%-ын табу үшін бүтінді теңдей 100 бөлікке бөліп, осындай бір бөлігін алу керек. Яғни, мысалы 500 килограммның 1%-ы 500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1-ге. Яғни, 500-ді 100-ге бөлсек 5, көбейтеміз 1-ге 5 килограмм. Бірден артық пайыздың кез келген мөлшерін табу үшін санның 100-ден 1 бөлігін тауып, қажетті пайыз мөлшеріне көбейтеді. Яғни 500-дің 3%. 500-ді 100-ге бөлет, көбейтеміз 3-ге. 15%. 5 болады, оны көбейтеміз 3-ге, 15% болады екен. 500-дің 3%, 15 болады екен. Енді мына екінші есепке қарайық. 900-дің 1%, біз 900-ді 100-ге бөлеміз, көбейтеміз 1-ге, 9 болады. 1800-дің 1%, 1800-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1-ге, 18 теңге болады екен. Үшінші есеп, 4500 килограммның 1%-ын есептеуіміз керек, 4500 килограммның 5%, 15%-ын есептеуіміз керек. Жаңағы сияқты 4500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1-ге, 45 килограмм. 4500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ге, 225 килограмм. 4500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 15-ге, 675 килограмм. Яғни 4500 килограммның 1%-ы 45 теңге, 45 килограмм, 4500 килограммның 5%-ы 225 килограмм, 4500 килограммның 15%-ы 675 килограммға тең болады екен. Дәл осы түрде екінші 29.000 теңгені және 360.000 метрді пайыздап өлшеп көреміз. Төртінші есеп, есепті шығар. Ата-анасы Айнаға ай сайын 1200 теңге береді. Айна бұл ақшаның 10-нан 1-ін қыздарға арналған журналға, 3-тен 1-ін мектеп дәмханасына жұмсайды. Ал қалған ақшаны жаңа телефон алу үшін жинайды. Айна телефон алу үшін қанша ақша қалдырып қояды екен? Яғни барлығы Айнада 1200 теңге бар. 1200 теңгенің журналға қанша екен белгісіз, бірақ 10-нан 1%-ын, мектеп дәмханасына, асханасына 3-тен 1%-ын, қалғандарын қояды. Қанша теңгесі журналға, мектеп дәмханасына қалдырып қоятын табуымыз керек. Бірінші, 1200-ді бөлеміз 10-ға, 120 теңгеге, 120 теңге журналға болады. 1200-ді бөлеміз 3-ге, 400 теңге дәмханаға. 1200 азайтамыз, 120 қосу 400 тең, 1200 азайтамыз 520, 680 теңгесін Айна қалдырып қояды екен. Бесінші есеп, тапсырманы орында. Бөлшек түрінде жаз, 8 см, 4 см, 36 мм, 83 мм, 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? Яғни, 8 см 10-нан 8 бөлігін, 4 см 10-нан 4, 36 мм 100-ден 36, 83 мм 100-ден 83-ге тең екен. Екіншісі, пайыз түрінде жаз, 15 мм, 45 мм, 75 мм дециметрдің қандай бөлігін құрайды?
яғни 15 мм 100-ден 15%, 45 мм 100-ден 45%, 75 мм 100-ден 75%-ын құрайды екен. 69 метр квадрат, 20 метр квадрат, 50 метр квадрат бір сотықтың қандай бөлігін құрайды? Яғни 69 метр квадратымыз 100-ден 69%, 20 метр квадратымыз 100-ден 20%, 50 метр квадратымыз 100-ден 50%-ын құрайды екен. Алтыншы есеп, бұл жерде амалдардың орындалу ретін жазамыз. Бірінші, бізде 58.265 қосылған, 6.529.576 қосамыз, 47.654. Тең болады бізде бірінші амал қосу, екінші амал қосу, сонда бізде болады 6.635.495-ке тең болады екен. Дәл осы түрде екінші, үшінші, төртінші есептерді де баған түрінде шығарамыз. Жетінші есеп, супермаркетте бағаның 5%-ға төмендегені жарияланды. Тауарлардың құны неше теңгеге төмендейді? Тауар сүт 1 литрі 200 теңге, шырын 1 литрі 400 теңге, бір қорап шай 500 теңге, айран 1 литр 300 теңге. 5% жеңілдікпен ол қанша баға болады? Яғни 5%-ын табу үшін 200 бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ке 10 теңге. 200-ден 10-ды азайтсақ 190 теңге болады, 5%-пен жеңілдікпен. Шарын 400 теңге бөлеміз 100, көбейтеміз 5, 20 теңге, 5%, 400-ден 20-ны азайтқанда 380. Шарынның жаңа бағасы 380 теңге болады. Одан кейін 500 бөлеміз 100, көбейтеміз 5, 25 теңге, 500-ден 25-ті азайтамыз 475 теңге. Бір қорап шайдың жаңа бағасы 475 теңгеге тең болады екен. Айранның 1 литрі 300 теңге, ол 5%-ға жеңілдік болғанда 15 теңгеге қысқарады. 300-ді 15-ке азайтамыз 285 теңге. Айранның жаңа бағасы 285 теңгеге болған екен. 8-ші есеп. Кестедегі мәліметтер мен сызбаны пайдаланып, кездесу қозғалысына және қарама-қарсы қозғалысқа есептер құрастыр. Жүрдек пойыз, жүйрік пойыз, 220 км сағат, жүйрік пойыз 140 км сағат, жүк пойыз 65 км сағат, жеңіл автокөлік 85 км сағат, автобус 65 км сағатына, жүк автокөлігі 58 км сағатына. Енді есеп құру үшін бізде бірінші жылдамдық 220 км сағат, 265 км сағат, уақыты 2 сағат, арақашықтық белгісіз. Бірінші жақындау жылдамдығын табамыз, 220-ға қосамыз 65-ті, 285 км сағат. Арақашықтық табу үшін жақындау жылдамдығына уақытты көбейтеміз. 285-ке көбейтеміз 2-ні, 570 км болады екен. Екі станцияның арасы 570 км-ге тең. Әсі В1 58 км, В2 85 км, С 429. Уақытын табуымыз керек. Жақ қашықтау жылдамдығын табу үшін 58-ге 85-ті, екі жылдамдықты қосамыз 143 км сағат. Уақытты табу үшін S-тан бөлеміз қашықтау жылдамдығын. Яғни ара қашықтан бөлеміз қашықтау жылдамдығын. 429 бөлеміз 143, 3 сағатқа тең екен. 3 сағаттан кейін олардың арасы 429 км болады екен. 9-шы есеп, есептің шартын оқы, есепті артық мәліметтер бар ма? Есепті шығар. Қалалардың арақашықтығы 720. Олардан таңертеңгі сағат 8-де екі туристер тобы бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы шығып бір қалыпты жүріп отырды. Олар 16 күннен кейін бірінші қаладан 320 км қашықта кездеседі. Әрбір топ күнне қанша километр жүріп отырды? Бізде ара қашықтығымыз жалпы 720 км, S1 320, T16, V1, V2-ні табуымыз керек, жылдамдықтарын. Бірінші турист тобын табамыз, 320-ны бөлеміз 16-ға 20 км күнне, 720-ны азайтамыз 320-дан 400 км. Екінші турист тобы ара қашықтығы, 400-ді бөлеміз 16-ға 25 км күнне. Екінші турист тобы екен. Енді бір топ күнне 20 км, екінші топ күнне 25 км жүріп отырған екен. Артық мәліметтер, бұл туристердің таңертеңгі сағат 8-де шыққандығы. 10-шы есеп, тапсырманы орында.
телефонда 7, 4 және 9 цифрларынан тұратын кодпен бұғаттауды шығаруға болады. Код 900-ден үлкен жұп сан екендігі белгілі. Кодты ата. Яғни 900-ден үлкен жұп сан болса, 974 саны болады. 974 үлкен 900-дан. 11-ші есеп. 200 теңгенің 1%, 3%, 5%-ын табуымыз керек. 3600 километрдің 1%, 3%, 5%-ын табуымыз керек. Яғни оны табу үшін 2000-ды бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1-ге, сонда 20 теңге. 3%-ын, 5%-ын дәл осы түрде табамыз.